Hello, how are you today? Art, Images and Communication. Сәлем, бүгінгі тақырып өнер. Images деген суреттер және communication деген сөйлесу. Суреттер мен сөйлесу. Work with a partner, look at the sentence and communicate the information дейді. Өзінің досыңмен жұмыс жаса, мына сөйлемдерге назар аудар, және де осы ақпаратпен бөліс деп тұр. I am okay деген мен қалым жақсы, use your hands дейді. Көбінесе қолымызды көрсетеміз, е. That's really funny. Бұл шынымен де қызықты. Use the sound. Даусыңды көтеріп пайдалан дейді. Stop. Use an image дейді. Stop дегеніміз ол тоқта деген сөз. Бұнда суретті пайдалануға болады дейді. Енді exercise number 2. Екінші тапсырмада мәтінді оқы. 1, 2, 3 берілген суреттермен сәйкестендір және ABC мәтіндерді де дұрыс таңда дейді. Айналамыздағы суреттер тақырыбы. Біз айналамыздағы суреттермен жиі тілдесеміз. Ол суреттер бізге хабарлама белгі береді. Кейбір суреттер ақпарат береді, кейбірі не істеу керек екенін айтады, кейбірі жай ғана бізді көңілдендіреді. Қаламыздағы суреттерге қарайықшы. A дегеніміз бізде ақпарат беретін суреттер жайлы айтылған. Қаладағы көптеген суреттер бізге ақпарат береді. Мысалы, карталар, жол ережелері, дүкеннің аттары және постерлер. Бұл суреттер әдетте қарапайым және бізге түсінікті ақпарат береді. B мәтіні әрекет еткізетін суреттер. Бұл суреттер бізге бір нәрсе істеу керектігін айтады. Сен көшедегі жарнамалардан осындай суреттерді көресің. Олар әдетте бір нәрсе сатқысы келеді. Мысалы, сусын, киім-кешектер немесе кинотеатрға билет сатады. C қайта жасау суреттері. Бұндай суреттер біздің көңілімізді көтереді. Мысалы, фильмнен алынған суреттер, комикс, көше өнері және граффити. Бұл суреттер біздің көңілімізді аулайды, себебі олар сондай әдемі, қызықты және таңғаларлықтай. Қаламызды тартымды және қызықты қылдырады дейді бұл. Exercise 2, екінші жаттығу. Жаңағы мәтінмен суреттерді сәйкестендіреміз. The first text matching жасаймыз. C, second A, third B болады. Үшінші тапсырмада жаңа сөздер берілген. Бұл жаңа сөздер лого деген белгі, логотип деген сөз ғой, балалар. Map, карта, пиктограмма. Пиктограмма деген диаграмманың тағы бір түрі. Постер деген постер, суреттер салынған. Сайын белгі, граффити қабырға суреті. Көбінесе қара қарындашпен салынған, граффити деген. Диаграмма. Exercise number 4. Досыңмен жұмыс жаса, мектебіндегі белгілерге қара. Олар нені жаса деп тұр. Тізім жаса дейді. Мектепте қандай белгілер бар, балалар? Мен есіме түскен белгілерді жазып қойдым. Сендер ары қарай жалғастырсаңдар болады. Паркинг белгісі тұрады мектептің сыртында. Педестериан, пешеход деген тұрады мектептің сыртында. Степс, баспалдақтар бар деген белгі бар. Тағы да қандай белгі естеріне түсуі мүмкін. Сол белгілерді тізімді көбейтіп жазып қойсам болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабағым ұнаса, лайк басып қойыңдар. Басқа да оқушылармен бөлісіп қойыңдар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Қош сау болыңдар.